Қайырлы күн қымбатты Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн қой екез әңгі. Тарихи әңгіме. Тыңдап көріңіздер. 1887 жылы ел жайлауға шыққанда Майлы тауындағы Қанай Алтайдағы 4 бидің бірі Бейсенбінің ауылына аман сәлем жасап барыпты. Қойекенің әкесі Жабы да ауыл ақсақалдарымен бірлікте барып, аман сәлем жасағаннан кейін Қанай мен жолдастарын ауылына шақырып қонақ қылады. Қонақтармен қонақ иесі қызу әңгіме дүкенін құрып, майлы жерінің мән-жайын сөз етеді. Сонда Қанай: "Асыра сілтедің деп айыпқа бұйырма бауыр. Майлы түгін тартса майын шығатын жер екен. Алтай қоя берген құрат бір айда әрең ішін тартады. Барлық жайлауына шыққан қошқардың құйрығы жарылады. Осыған қарап, Майлы деген атты асан қайғы әулие қойыпты. Майлымен барлықты жайлап, орта тауды қыстап, балағын көктеу, күзеу өтеміз. Көші-қон аз, жер кең, шөбі шүйгін шұрайлы жер екен. Мың естігеннен бір көрген артық, келер жылы жайлауда Майлыға келіңіз", деп Жабыны қонаққа шақырады. Келесі жылы ел жайлауға шыққанда бәйге қарагер атын жетектеп, қараю терісін алып, Жабы, үлкен ұлы Қойеке және 4 адаммен Барлық тауының оңтүстігіндегі Жусау деген жайлаудағы Қанайдың үйіне барыпты. Бірнеше күн тыныққан соң Қанай Жабы бастаған қонақтарын ертіп, Барлық тауының көк жайлауындағы Мамырбек Үкірдайдың ауылына барып, аман сәлем жасайды. Мамырбек Үкірдай Қанайдан: "Бұл келген кісілер қайсы туысың болады?" деп сұрапты. Сонда Қанай: "Мына отырған Жабы деген азамат Жәдіктің 4 баласының үлкені Итемген, одан бері Құттық адамнан тарайды", деп қалғандарының атын атапты. "Аяқ жақта отырған бала кім?" депті Үкірдай. Қанай: "Мынау Жабының үлкен ұлы Қойеке, 15 жаста", дегенде Мамырбек Үкірдай: "Ерге серік, елге береке болар, тірі жүрсе", депті. Қонақтар тамақтанып жүруге ыңғайланғанда Мамырбек Үкірдайға Қанай: "Бірінші аман сәлем, екінші мына туысымды Алтайдан көшіріп алсам деп едім", депті бұйымтай айтып. Мамырбек сәл ойланғаннан кейін былай деп жауап беріпті: "Өзі жақсыға 1000 кісілік орын бар деген, төрден орын бермесем де, оң жағымнан орын берейін. Әкемнің басына іс түсіп, сауырдан қашып, Зайсаңның шұңқыр жайлауында ауылыңа барғанда, қойныңды ашып қолтығыңа тартып қарсы алып едің. Мені нағашың Жұмағұлдан кем көрмедің. Ауып келгенде көмегіңді көрсеттің. Сол татқан дәм әл аузымызда". Жабы Қанай ауылынан аттанарда 1888 жылы күзде көшіп келуге уағдаласады. Сол келісім бойынша ел жайлаудан түсе Жеменейден көшіп, жылда қонақтап, Сауыр тауының шығыс жағындағы Нарынқара арқылы Өлінгір көлінің батысындағы Керішті аралап, Орқы көлінің батысы мен Дәм өзенінен өтіп, Жайыр тауының солтүстік кенелесімен көшіп, Өшеті өзеніне іліне Қанайға кісі жіберіпті. Хабар тиісімен Қанай 4 азаматты көштің алдынан шығарып, Майлы тауы Нарынсу бойындағы Емші деген жерге әкеліпті. Көшкен ел Қанай сайы деп аталып кеткен сол жерге қыстап, 1889 жылы жазда Барлық тауының Түйебас деген жерін жайлап, келесі қыста Лабаның батысындағы Саршоқыдағы Көкқораға иелік етіпті. Кейін Керей Мәмбет Төртуыл арасында қыстауден селгенде Көкқора Шәуешекке қарап Қойеке Көкқада деген жерден қыстау алған. Жұңго мен Россия Бақты шекарасының Ұзынағаш деген жерінде съез ашып, 1883 жылдан 1903 жылдар арасындағы ұрланған мал, өлген адам дау-шарын қарайды.
Бұл съезге Жүнгодан 4 үкірдай, Россиядан 4 болыс қатынасады. Осы съез кезінде Мамырбектің амандығын қорғауға барған 4 адамның бірі Қойеке екен. Тұрысбек үкірдай Алтайға қашып кетіп, орнына жапа шыққан сол бір аумалы төкпелі алмағайып заманда 1911 жылы Мамырбек күйеу баласы Әлен Уанға барып, өлкөлік өкіметке арыз айтады. Іле генералынан Алтайдан өкіл шығып, Тарғабатайдағы қанішер Мәтенді тексеруді талап етеді. Мұны естіген Мәтен уысы бөледі. Керейдің ескі жаңа мәнсәптілері істен қалдырылып, жаңадан сайлам болады. Сол сайламда Қырықбай үкірдай, Жекібай Ілгәдай, Қизамеден Игілік, Отаршы, Әсейінғазы, Базар, Тұмар, Қойеке бастаған 7 зәңгі сайланады. Қойеке 1912 жылдан 1935 жылға дейін 23 жыл зәңгі болып, жасы ұлғайған шағында өздігінен қалады. Мамырбек 33 жыл үкірдай болған. 1925 жылы көкек айының басында Шәуешек амбысы Тарғабатай көлеміндегі үкірдай зәңгілердің басын қосып жиын ашыпты. Жиында алман салық жинау, Жүнго-Россия шекарасында ұрлық, бұлаңшылық тудырғандарға шара көру, әлділердің, әлсіздердің жерін тартып алып, елдің ерен қабырғаға ауына себепші болусында істерді тектеп, бұл мәселелерді бір жайлы етуді үкірдай зәңгілерге тапсырады. Қойеке осы жиыннан қайтып келсе, Жәдік елінің елубасы Сарнұғыман жиын ашып жатыпты. Жиында бір қап сүрі ет ұрлаған бір жолаушы ұрыны ұстап алып, оған бір тоғыз айып кесіп, қолындағы бір ат бір сиырын алып, жетпеген бөлімін туыстары төлейді депті. Қойеке Сарнұғыманды шақыртып алып, ахуал ұғысады. Әрі Жәдіктің қара биі Қайранбай Байшолақұлына 2 кісі қосып беріп, ұрының үйін тексертеді. Ұрының үйінде бір астау бидайдан басқа дән жоқ, бала шағасы шиқылдап отырған ашарық жандар екен. Қойеке, жолаушының ұрлық істеуі қата, алайда ашынған долы ашыққан ұры болады. Аштан өлмеу үшін кіндік қанды бұлдап, туыс деп менің етімді алған екен. Мұның кесімін мен айтайын, қарала қаптағы етке қосып бір қой сорпалық берілсін. Ұрыны ұстау барысында мылтық атылып оқ шығып, ұрының бір қолын үзіп кетіпті. Жанымен жан баққан адам болғандықтан оған сол мылтық қоса берілсін. Ал анау бұдан бұлай ұрлық істемей еңбегімен жан бақсын депті. Сол адам содан бастап жамандыққа жоламай, адал еңбегімен жан бағатын болыпты. Ал Сарнұғыман, мен Жәдік елінің елубасы едім. Қойеке менің билігімді бұзды, мені адамсынбады деп өкпелеп, ерен қабырғаға қоныс аударып кетіпті. 1926 жылы болса керек, Қарабауырда Қызырдың қойы төлдеп жатқан кез екен. Бұрын Қызырдың малшысы болған Мәден деген адам жолаушылап келе жатып, қойдың өрісінен бір өлген қара қоз тауып алып, өгізіне бөктеріп келе жатыпты. Қызырдың қойшысы кезігіп, сен сау қозыны өлтіріп алып барасың, деп Мәденді Кәрқорадағы Қызыр үкірдайға алып барады. Қызыр қақарланып, татқан дәмді ұмыттың, елтірісіне қызығып, жасты өлімді өлтірдің, көкеңді көзіңе көрсетейін, бас талқыға дейді. Сиыр терісін илегенде суын сығып шығаратын 2 ағашты талқы дейді. Талқы ағаштың ортасына салып белуардан басқанда Мәденнің құлында қолыны шығып есінен таныпты да, шап терісі жыртылып, ішегі сыныдай бұлтиып шығып кетіпті. Үкірдай ашуға басып, төліме қасқырша тескен қаңғыған қара керейді жазаға тарттым. 1-9 айыбымен Қойеке ертеңнен қалмай келіп адамын алсын деп хатшысына қатынас жазғызып, үкірдайлық таңба мен жеке мөрін басып, Жағабайдан беріп жіберіпті. Жағабай қағазды Қойекеге апарып беріп, қайтпақшы болып, орнынан тұрыпты. Шәйіш, мән жайды ұқсайық,
Асықпа десе Жағабай, өкірдай тез кел, айланба деген, мән жай сол қағазда, деп жүре жауап беріп, есікке таман барғанда Қойеке бұйыра сөйлеп: «Ұстаңдар Жағабайды, адамнан адамның артығы жоқ. Қызыр біздің адамымызды талқыға салып, жас қайыстай суын шығарыпты. Бізде талқы жоқ, қамшы бар. Шалбарын түріп, екпеттетіп жатқыз. Шапанын басына түр. Екі аяғын екі кісі басына бір адаммын», дейді. Ауыл жігіттері Жағабайды ұстап: «Шыныңды айтасың ба, әлде қамшы жейсің бе?» деп дөмбітіп бір-екі қамшы ұрғанда Жағабай: «Тақсыр зәңгі, мен күнәлі болдым. Шынымды айтайын, былтыр қойдан шыққан мәден биыл жолаушылап келе жатып, енесі шаранасында жаламаған бір қара қозы тауып алыпты. Аса араздығы бар Ырысқан деген кісі оны мұқырту үшін қол-аяғын байлап жамандап Үкірдайдың алдына алып барыпты. Мәденді талқыға салып белуарынан қысқанда сабы жарылып орнынан тұра алмай жатыр», деп Жағабай шындықты жамыратыпты. Қойеке жоғарыдағы ахуалды толық жазғызып, бармағын басқызып алып, Жағабайды қоя беріпті. Әрі Қызырға айта бар, ертең түсте бір тоғыз айыбын апарып беріп, адамымды аламын, депті Қойеке. Келесі күні түсте елудің үстіндегі атты адам кәрқора алдындағы сартепсенге аттарын түйіп тастап, төбеге шығып, Қызыр келіп айыбын алсын, деп Қылай деген адамды жіберіпті. Қылай келгенде Үкірдайдың үйіне келіп қонып жатқан Қизамеден Зәңгі мен Қызыр там үйдің алдында ағаш орындықта отырып, дүрбі салып, жал басына жиналған елді көріп, бір сойқанның боларын мөлшерлеп отырған секілді. Қылайдың сәлемін алып, не жұмыспен келгендігін сұрапты. «Жәдік елінің ақсақал қарасақалдары сізді жалғыз келіп, кескін айыбын алсын деп мені жіберді», депті Қылай. Сонда Қызыр бармағын тістеп опық жейді. Түсіпке тиісіп, Барқелінің Үкірдайы. Түсіпке тиісіп, Барқелін Ерентауға көшіргендігі туралы амбыдан сын жеп ескертіп алғандығы, енді міне өлген қозы үшін бір адамның қарабасын кем қылып, айып алам дегендігінің бәрі бүкілдей қате екендігі есіне жаңа түскендей болады. Керейдің босағасы әрі ағасы Жәдік бүлінсе, сырты бүтін, іші түтін, көбен ұрпағы қарап жатама, батыстан ауып кеткен жапа қандай сойқан шығарады. Осыларды ойлағанда Қызырдың өңі бұзылып, «Үйге кірейік, Кәрзәңгі», деп Қизамеденді ертіп үйге кіреді. Қылайды қонақ үйге кіргізіп, шәй құюды Жағабайға тапсырады. Қылай ал кеуде қырыс мінез адам. Бір жол шәуешекте жиында болғанда бір дізімдік кірапа әкелуге оны ауылға жібереді. Ол өндір бүйректегі бір үйге келіп қонады. Үй иесі ақсақалды адам. «Сен кім боласың?» деп жөн сұрағанда Қылай: «Танысаң қылаймын, танысаң қылаймын, танымасаң құдаймын» деген екен. Сол қырыстығына басып: «Ей Қызыр, бұрын сен Үкірдай, мен Бұқара, бүгін сен қылмысты, мен сенен есеп алатын әкеммін. Жүресің бе жоқ па?» деп атына бұрылғанда Қизамеден: «Тоқта құда, шақпақтың қуғындай тұтап елді білдірме, елдестірме, елшіден жауластырмақ жаушыдан» деген киініп шығып бірлікке барайық. Ақсақалды кәрілер, ардақты азаматтар шақырғанда бармайтын Қызыр кім деп оны тоқтатып, «Бір ақылын табармын, маған ілес, иіліп сәлем бер, сәлемнен үлкен мұсылманшылық болған емес. Үстісек еріксіз сәлем алады, қос қолдап амандасалық, қол алса іс оңына басқаны, қол алмай кері шегінсе іс насырға шаққаны» дейді Қызырға. Қизамеден алда, Қызыр артынан ілесіп көпке сәлем береді. Жәдік елінің абыройлы ақсақалы Іргебайға қол бергенде «Уағалайкум әссәлем» деп сәлем алады. Қызыр Қойекеге сәлем береді. «Үлкен құда Қойеке» деп бір тоқтап алады да Қизамеден сөзге араласады. «Алдыңа келсе әкеңнің құнын кештеген үлкен түйе жолдан таймай ма? Байыбына бармай ұшқары істелген іс екен». Қызыр қателігін таниды. Бірінші Жәдік елінен, екінші ақсақалды кәриясынан, үшінші зәңгісінен кешірім сұрайды.
Халқының құрметіне бөленіп ұрпағына саясын жайған өмірдің ұзақ сапарында жолдың өрінде алдиында басып, аштыны да тұштыны да татқан ақылгөй кәрия іргебай мәтелдеп сөзді арғы бергіден қозғайды. Су жардан асса да талдан аспайды. Арысын айтсақ, Алтайға Көкадайды әкелген Керей. Берісін айтсақ, сауыр пана болмағанда бабаларыңды қойына тартқан, көшкенге түйе, мінгенге ат берген қанай ұрпағы біз боламыз. Лаққан тайдағына иесіз жәдік біз емеспіз. Қызырдың адамгершіліктен аттаған әрекетіне көне алмаймыз. Туысымыздың жоғын жоқтап, шырқыраған шындықты айтпасақ, аруаққа шет, Құдайға күнәкар болармыз. Жарайды Кәрғұда, деп Қизамеден Іргебайды Қызыр Қойекені қолтықтап атқа мінгізіп ауылына әкеледі. Қойекенің бұйрығы бойынша ақсақалдар отырған үйге мәден келтіріліп, шағымы тыңдалады. Ол өзінің ұр емес екендігін, жолаушылап келе жатып қараған түбінде өрген қозыны тауып алып артына бөктеріп келе жатқанда, басар аздығы бар ырысқанның оны байлап Қызырдың алдына апарғандығын, істің аққарасына қарамай Қызырдың талқыға қысып, шабын жарғандығын ботадай боздап айтып, көпшіліктің ыза кегін қозғайды. Жағабайдың мөрін басып жазып берген қағазын Қойеке оқып берген соң, істің шын сырына көзі жеткен Қизамеден сөзді кескін әрі келте қайырады. Тура биде туған жоқ, тура билікті бұзған биде иман жоқ деген. Қызыр сен тексеріп тектемей, жазықсыз жанды жәбірлеп, Қойекеге 1-9 айып әкелсін депсің. Айып әкелсін депсің. Мен саған 2-9 айып кесемін. Разы болсаң билігімді атқар, разы болмасаң, мына жәдік еліне жауабыңды бер. Қызыр бір сәт іште ойланып отырып қалады. Атқармай қойсам, Қойеке маған не қылады? Мықтағанда қол жинар, керейін жинар. Керейдің көбі ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда емес пе? Қиын қылса, Ерентауға қоныс аудармай ма? Жоқ, жалғыз жапаға қарсы шығамын деп Тұрысбек ағам мекенінен қашып Алтайға барып, қайта келгенде мәнсабынан айырылып қалған еді-ау. Керей елінің ағасы Жәдік, інілері Жәнтекей, шеруші жастабан меркіттер, ағасының қорланып адамының жәбірленгеніне шыдап тұра ала ма? Әй, ел тіріден ел бүлінеді, серкестен кісі өледі дегеннің өзі болды-ау, деп ойлап, өне бойы түршігіп кетеді. Ширығып отырған Қойеке Қызырға тесіле қарап, кесете сөйлейді. Қызыр, мен бағанадан бері ара ағайын Қизамеденнің сөзіне құрмет еттім. Көкадай ұрпағынан бір туысыңды ұстап алып, мәденге істеген қинауыңды істеу қолдан келер еді. Бірақ мен олай істемеймін. Өйткені өкіметтің заңына, Құдайдың шариғатына сыймайды, адамгершілікке жатпайды. Мұнан айтып қояйын, менің қол астымдағы бұқараларымды жәбірлеп ұрып соғуыңа болмайды. Мәденді қорлағаның, мені қорлағаның. Бүйте берсең біз Майлы тауына тұра алмаймыз. Өлкеге дейін арыз айтамын, жалпақ Керейге жариялаймын. Соңында Қизамеденнің араға түсіп, келістіру арқылы Қызыр түйе бастаған 1-9, ат бастаған 1-9 айып төлеуге мақұл болыпты. Қойеке сол 2-9 айып малды жаныңды бақ деп мәденге бергізіпті. Қызырдың әйелі Бәтима ханым Қысырдың Ақбозтайын Жәдік елінің атқа мінерлерінің алдына көлденең тартып бата тілепті. Әйел жолы үлкен деп Іргебай бата жасап, екі жақ татуласыпты. Тарихта Совет одағынан бір бөлім елдің Жұңғоға қашып келгендігі көпке мәлім. Шәуешек Тұлтыңы Ерен қабырғаға ауып кеткен елді түгел қайта көшіріп әкелуді, ол үшін бұл іске арнаулы адам жауаптандыруды Қызырға тапсырады. Қызыр Самұрат Тоқтағанды жауаптандырады. Шәуешек Тұлтыңы Тоқтағанның қолына Ерен қабырғадан елді қайта көшіріп келуге құқықты деген мазмұнда қағаз береді. Тоқтаған ел айдаған деген уақиғасы осы. Кейін ел арасынан Тоқтаған алтын, күміс, пара жеді деп арыз барған соң, аймақтық Тұлтың Тоқтағанды қолға алып, бір мезгіл түрмеге жабады. Кейін ол құтырғандықтан еліне қайтарылады. Ел ішінде Тоқтаған өтірік құтырды деген аңыстар да болған.
Тоқтаған өткір тілді ақын адам. Қазір баспа сөзде жарық көрген шығармаларынан ақ бұл жәйтті білуге болады. Ақын азаматтың басына іс түскен сол бір кезде Қойеке зәңгі Тоқтағанның көңілін сұрап барады. Байлаудан қолын босатып, ақыл кеңес айтып, қайратын жебеп, жігерін жаниды. Ер азамат бір терінің ішінде неше семіріп, неше ариды. Басқа іс түскенде үнжұрғасы түсіп иіздің ісі, ақылға сүйеніп ердің ісі. Келініңіз сіз дәм татсын деп әдейі жіберген дәм еді мынау, деп сары жамбас пен қазыны алдына қойып дастарқандас болыпты. Сонда Тоқтаған ақынның көңілі көлдей толқып тебіреніп былай депті. Иенге шықсаң мылтық ал, жаяу жүрсең таяғың, ашыққанда тамағың, жау жолықса жарағың, ат алсаң жүйрігінен ал, керуенде көлігің болар, жортуылда серігің болар, жолда салсаң сынап ал, ары мен ақылын өлше, қиынға жұмса, жүрегін сенсе, пана бол, ол қорлық көрсе, жақсы мен жаманның ортасы жер мен көктей, жақсы кезде жолдас, үзеңгілес болған достар басыма іс түскенде маңайыма жоламады. Өзіңнен басқа бірін көре алмадым, деп сақалынан жасын ағызып біраз отырады. Қойекенің жаны ашып көзіне жас іркіледі. Тоқтаған, ой дүние-ай, Қойеке-ай деп тебіреніп соңында, бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол, бір елдің атасы болма, көп елдің данасы бол, бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол, өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Еске алып сыбаға жіберген келінге менен сәлем айт. Ағалықты ойладың ба, тәңірді ойладың ба білмеймін. Жақсылығыңды тәңір алдынан шығарсын. Келіп көңілімді сұрағаныңа рахмет депті. 1948 жылы жазда Елеге әскери жиынға кетіп бара жатқан жолында Дәлелхан генералды Ілгадай Әптеш Шөкбайұлы Керғара аузындағы ауылына шақыртып қонақ қылады. Сондағы керей елі қызу қарсы алып, сый құрмет көрсетеді. Өтеген Тізгінбай қатарлы шеруші елінің ақсақалдары бірге болып өткен кеткен туралы әңгіме дүкенін құрады. Дәлелхан генерал, керей ішінде ата жөнді жақсы тарататын, ел жағдайын толық білетін кімдер бар дегенде Әптеш, сіздің келгеніңізден хабарсыз болу керек, жәдік Қойеке зәңгі бар депті. Сонымен Қойекені алдырып, әңгіме дүкенін онан ары қыздыра түседі. Сонда Қойеке Дәлелханға төмендегідей әңгімелерді айтқан екен. Жәнтекейдің Барқы руынан Мұқы, Темір, Бұғыбай, Атантай елінен Топай, осы 4 би, 72 ауыл, 400 түтінді бастап, 1864 жылы бірінші рет Майлы жайырға келген. 1866 жылы Зайсанның Сорға тауы Шоңқыр деген жерінен Жәдік Қанай, Қарақас Жұмағыл, Мамырбек Жанымқанұлы бастаған 37 семья келіп орналасқан. 1867 жылы Жастабан Есет, Атантайлар, Атантай Саудабайлар көшіп келген. 1880 жылы Ертіс бойындағы Жанымқан қайығы, Жанымқан өткелі деген жерден Кәрібай бастаған Мыңжан, Саржан, Нығметтің әкесі, Саржан қатарлы шеруші елі көшіп келген. Дәлелхан бауыр, Тарғабатай аймағын сырттай білсең, ішкі мән жайын толық білмеуің мүмкін. Көмендаң жалдап, өркөшті түйені лауға алып, алман салық салып, ел қатты күзелді ғой. Өзің айтқандай, иншалла жағдайда бұрылыс бола бастады. Елдің баққан малы, салған астығы өздеріне қарап көрім болып қалды. Бір ақуалды өзіңе айтпасам болмас, таудағы құласа етектегіні ала кетеді деген. 1949 жылы күзде Қалибек Тәкімандар Савандағы бір бөлім елді бастап шетелге қашып кетті. Солардың тобында бар деп күмәнданып, Шиғу Саваннан 6 ер, бір әйелді ұстап, Шәуешек түрмесіне жапқалы 2 жылдай болды. Олардың бірі әйел ақын Мағауия,
сүйегі теріс таңбалы. Қалғандары Әбілтай, Байтемір қатарлы 6 ер адам. Олар менің құда тамыр жегізатым емес, нақақтан күйіп жатқан бейуаз жандар. Елеге арыз айтуға дайындалып жатыр едік, міне өзіңнің келгенің қандай жақсы болды. Уақытың шықса, көзден кешіріп тектеп, обал сауабын айырып берсең, әділдік Аллаға да, өкімет заңына да сияды ғой. Осы жолы Дәлелхан генерал Тарғабатай Вәли мекемесіне барып, аймақтық түрмедегі 7 адамды алдырғанда 5 ер адам келіп, 2 адам жоқ болып шығыпты. Дәлелхан тексеру арқылы Байтемірдің түрмеде ішіп кеуіп өлгендігін, Дәлелхан генерал келерден 1 күн бұрын әйел ақын Мағауияның шылауышын жыртып, есік тұтқасына байлап буынып өлгендігін ұғысады. Мен обалды өлдім, 3 аймақ төңкерісін мақтап, ән айтып өлең жазғаным қылмыс болды деп, Мағауия қағаз жазып кетіпті. Қалған 5 адамды қылмыссыз деп жариялап, түрмеден босатыпты. Әңгіменің соңында Дәлелхан генерал керей ақсақалдарына разы болып былай депті: менің майлыға келгеніме 4 күн болды. Бірталай ағалармен кездестім, көп жағдайдан хабарлы болдым. Әңгімелеріңізді естіп, көңілім өсіп, сарайым ашылды. Сіздерге рахмет. Дәлелхан генерал мәшінесіне шығарда әптеш Шөкбай ұлына рахмет айтып, керейдің еркесі де, ұйтқысы да, серкесі де деп қой екен айтуға болатын адам екен. Одан ақыл сұра, аға тұт. Керейдің көнекөзінің сарқыны осы адам болар. Қойеке ағаның өзіне де айттым, дәм тартса екеуіңізді қонаққа шақырғаным осы. Келер жылы Алтайға келіңіздер, деп қоштасып аттаныпты. Бірақ тағдыр оларды ол күнге жеткізбеді. 20 ғасырдағы әлем әдебиетінің саусақпен санарлықтай дара тұлғаларының бірі, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің ұлт пен ұлтты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім деген даналық сөзін еске алғанымызда, сонау соқыр тұман басқан сүркей заманда Қойекенің оқу ағартуды, өнер білімді дамытып, болашаққа жарамды ұрпақ тәрбиелеу жақтарындағы істеген еңбегінің өз алдына бір төбе екендігін көре аламыз. 1930 жылы Қызыр Үкірдай, Әсейінғазы, Ілгәдайлар Керей елінің 7 зәңгісін шақырып, Нарын судан 8 бөлмелі мектеп салдырып, бала оқыту бекіміне келеді. 7 зәңгел жылу жинап, еңбек күш топтап, кертіш құйғызып, сол жылы күзде мектеп құрылысының қаңқасын тұрғызады. Қыс түсіп кетіп, төбесі жабылмай қалады. 1931 жылы мамырда Қызыр қайтыс болып, түрлі себептермен алауыздықтар туылып, сәтімен басталған игілікті іс аяқсыз қалады. Сүйегі Атантай Байгүшік руынан шыққан қарт шежіре әрі имам Нұғымар Әйкенұлы деген ақсақал осы жайтты еске алып, былай деп үлкен өкініш білдіреді. Ол кезде біздің жалақ қаққан жас бөрідей кезіміз. Әр нәрсенің құлағынан ұстап, бір нәрсені үйреніп ала қойғымыз келіп тұратын. Мектеп салдырып жатқандағы қуанышымызда шек жоқ. Осы мектептен оқимыз деп үміттеніп жүргенбіз. Біздің сорымызға Қызыр Үкірдай о дүниелік болып кетті ғой. Сонымен елбасылары құрылыс материалдарын бөлісіп алып, әр зәңгі елдің ішіне мектеп салу тиянағына келген. Шеруші елі Ақкенереден, Жантас Тұмсыққорадан, Жастабан Қарадырдан, Меркіт Түйесайдан, Атантай Белашыдан мектеп салдырды. Жәдік Шыбарайғыр Төре Терістаңбалы елдерінің балалары уақытша Төлебай қажының ауылынан оқи тұрады. Сөйтіп оқу ағартудың керегесі жайылып, шаңырағы биіктей береді. Көптеген таланттылар шығады. Алыс сапар алғашқы адымнан басталады дегендей, иісі қазаққа танылған әйгілі ақын, драматург, жазушы Омарғазының алғашқы қадамы осы мектептен басталыпты. Өмкөң сол кездерін еске алып былай деген еді: бұрын бұл мектеп Тұмсыққора мектебі делінетін.
Біздің үйге жақын болғандықтан мен бастауышты сол мектепте орыс жерінен келген Қабылтай деген мұғалімнен оқығанмын. Жақсы жаман болсын, көп жылдан бері менің өлең жазып келе жатқан осы жазу үлгім сол кісінің жазу үлгісі. Бұрынғылар ағаш ексе, кейінгілер саясына отырады деген осы. 1933 жылдан 1935 жылдарда Қойеке, Сыдық күнде қатарлы адамдар Боданбай, Айтан, Әушей, Сағи сынды елубасылардың басын қосып ақылдасып, Барлық тауының оңтүстік баурайындағы Жақсылық деген жерден мектеп салу бекіміне келеді. 1200 қой сомасына тура келетін жылу жиналып, төбесі және едені тақтайлы, ортасы зал, 8 бөлмелі мектеп құрылысы көп ұзамай Барлық баурайында бой көтеріп, Жақсылық жатақты мектебі құрылады. Сөйтіп, Қасымжан, Есен, Қабылқақ, Сапарбек, Сағидолла қатарлы мұғалімі 460 оқушысы бар Жақсылық жатақты мектебі 1935 жылы күзде алғашқы дала қоңырауын соғып, дабыралы түрде оқу бастайды. Оқушылар 4 класқа дейін оқиды. Азаттықтың алғашқы жылдарында шарт жағдайдың нашар, кәдірлердің тапшы кезінде осы Жақсылық мектебінің бір бөлім алғашқы қарылғаштары партиямыз бен өкіметімізге үлкен ес қатты. Мәселен, Ақан Қойекеұлы Тола ауданының әкімі, Ерғазы Малтайұлы Жүнгі коммунистік партиясы Толы аукөмінің орынбасар шужиы, Жұмағұл Түсіпбайұлы Мұқаш Малтайұлы аудандық сот бас, Жақыпбек Мәдиұлы аудандық прокуратураның орынбасар прокуроры болды. Қойеке зәңгі семье және ұрпақ тәрбиесін ертеден ақ күн тәртіпке кіргізген. Сонау 1925 жылы орыс жерінен келген Баяхмет деген адамды семья мұғалімдігіне жалдап алып, Рамазан, Ермырза, Мұса, Ақан қатарлы ұлдары мен ағайын туыстарынан Кәсімбай Құсайынұлын, Сыдық Белбеұлын оқытып тәрбиелеген. Кейін Керей ішінен Қызыр Үкірдайдың ұлы Тілеуберді мен Сыдық Белбеұлы талданып, Совет одағына оқуға жіберілген. Ташкент қаласында 4 жыл жоғары білім алып, отанға оралған Сыдық Белбеұлы 1945 жылы үш аймақ төңкерістік армиясына қатынасып, азаттық күреске бел шешіп атсалысқан. Кейін ол өлкөлік өкіметтің орналастыруы бойынша оқу ағарту саласында істеп, еселі үлестер қосты. Қойекенің үлкен ұлы Рамазан ата жолын қуып, азаттықтың алдында елубасы болып, халықтың сый құрметіне бөленеді. Екінші ұлы Ермырза ауданымыздың Қаратөбе мал фермасында имамдық істеп, партиямыздың дін саясатын адалдықпен үгіттеді. Кәсімбайдың 8 жасында әкесі дүние салады. Кәсімбай Қойеке зәңгінің қамқорлығында оқып, сауатын ашып, есейіп жетеді. Зәңгі атасы Кәсімбайды жанынан тастамай ертіп жүріп баулайды. Әне сол ата тәрбиесі әйгілі халық ақыны, көрнекті композитор, айтулы актер Кәсімбай Құсайынұлын бұл күнде қазақ халқының мақтанышына айналдырады. Қойеке өмірі өнегелі өмір. Қойеке ұрпақтарынан Ақандай әкім, Кәсімбайдай композитор, Қайсадай жазушы, Сабыр Отан Дәлелхандай өнерпаздар, ақын шығуы және көптеген немере шөберелерінің әрбір шепте алқаулы азамат болып еселі үлес қосып, ел көзіне түсуі Қойеке атамыздың атын алталашқа жайып, атақ даңқын онан араспандатты. Тола аудандық бажы мекемесінің зейнеткері Тұмар Қабдоллаұлы жай қоңыр дауыспен мәнерлеп әңгіме айтып отыр. Шіркін-ай, дәурен-ай, өттің кеттің жалған-ай деген осы ғой, қарақтарым. Жас кезім еді, деп баяғы бір жайды ойға түсіргендей әлпет байқатты да, менің шешем Молжан Қойеке зәңгінің әпекесі болады. Нағашы атамның үйіне үнемі барып тұратынмын. Қойеке аса кішіпейіл, мінезі жайсаң, мейірімді, өнерлі кісі болатын. Аршадан әдемілеп домбыра жасайтын, тыңқылдатып домбыра шертіп, қоңырлатып ән айтатын ерекшелігі де бар еді.
Ата көрген оқ жанады дегендей, Қойеке ұрпақтарынан өнер адамдарының көптеп шығуы тегін емес. Алшадан ыңғауырлап жасаған қалақтары қандай жақсы десеңші. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.